Талғарда Шерзат марқұмның үйі өртенді деген видеоны көріп жатқан боларсыздар, иә. Барлық ақпарат құралдарынан беріп жатыр. Әкесі де шығып жатыр, сұхбат беріп, шешесі де шығып жатыр. Осындай болды деп. Енді МВД-ның өкілдері де сол жерде жүр дейді. Акимат под контролем деп жатыр. Енді бізде всегда сол болып, бояу сіңген кезде под контроль, мойындамай бәрі шешіледі. Қазақтарға айтарым, мен әңгіме басқа. Біздің қазақтарға, сендер тыныш отырыңдар, жалпы. Қорашпай жаңағы, үй алып берейік деп. Каждайың көтендерінде бір кредиттен нелеріңе жетісіп біреуге үй алмай. Бәріміз, өздерің несіз жүрсіңдер ғой. Әкім шешсін ана жерде, әкім не істеп жүр ана жерде. Бір баспанаға, жаңағы, баспанасынан айырылған жанұяға, немесе оның мәселесін шеше алмайтын болса, не әкім ол жерде? Шешсін өздері. Біз су тасқынында көрдік қой, қалай шешілген шаруалардың бәрі. Керек емес. Өздері шешсін су жерде. Олар қорашпаңдар, текке мошенниктерге тағы байтасыңдар. Соларға кетіп қалады ақшаларының бәрі. Біздікін саз бірден өсіп алып берейік, бәрібір бай тұратын адамдар сияқты. Жеп отырғандардың урошки ғой, құрсын. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, комментариядан көріп жатырмыз енді ана жерде. Ананы кінәлап, папасы деген басында от алып еді, одан кейін что-то басылып қапты, қорқытып жатқан шығар. Сендер білмейсіңдер ғой. Ол қорқытып тұр ма, жоқ, ол өзінің бір деңесі бар ма? Білмейміз біз оны. Ол полиция өкілдері біледі сол жерде. Видео нақты анықтайды сол жерде. Видео бар ғой ана жерде. Біз ол видеоны көріп отырған жоқпыз. Ана видео бізге көрсетіп жатқан видео. Ол жерде бәрі артымен қарауда. Кім қайсысы екенін білмейсің ана жерде. Понятно, я адам өлім болды. Ол жерде сұрақ көп әтпесе. Қышпышақты кім бірінші алып шықты, мылтықты кім алды, ол кімде қайда жүр? Ана жерде 3 машина жоқ, 5 машина жоқ, 2 машина тұрған, ана жай машина шығады. Ондай сұрақтар көп. Оның бәрі следовательдер жаңағы группа оны анықтайды, оған басты қатырмаңыздар. Сіздер біздің қазақтар сразу бәрі следователь, бәрі бір не болып кетеді. Бұл жалпы менде мынандай логика, бұл біреулер видео тұр. Ананың өзі постанова шығар деп. Бұл Шерзаттың әкесіне тиімді ме өзінің үйін өртеген? Меніңше жоқ. Сізге өзіңіздің үйіңізді өртейсіз бе? Жоқ. Біреу обещать етпесе, екінші үй, да, үшінші үй. Ну зачем вам? Екінші, ОПГ-ға, ол жердегі банды сымақтарға, ол тиімді ме? Сол Шерзаттың әкесінің үйін өртеу? Меніңше жоқ. Себебі бұл жерде итақтар резонанс, олардың арттарына түсіп жатыр, қазбалап жатыр қазір деген, е. Оларға наоборот потихаря шешіп кеткен жақсы бұл шаруаны. Олай деп ойламаймын. Бұл керісінше сол ауылдың тұрғандар тіс қайырып жаңағы ОПГ-ға, я өштерін ала алмай жүрген, немесе басқа біреулер баяғыдан бері сол ОПГ сияқты тағы бар бір ОПГ болады ғой, басқа ауылдарда да. Солар тісін қайрап, сол как раз моментті не упускать деп, олар өртеу жүру мүмкін. Ондай варианттар жетеді, поэтому басты қатырмаңыздар. Тек қана ашық сотты тілеп, сол ашық соттан көру керекпіз. Мәселе осы.